Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Сәулемай. Мына Сәулемай деген қыз жасы 6-да, осы түсіре берсеңіздер болады. Туа біткеннен екі көзі көрмей туылды. 7 операция өткен болатынбыз. Санкт-Петербургте. Давай про тебя расскажем немножко, хорошо? А ты посмотри, на чёте посмотри, какие цвета видишь, ну и так далее. Свет, как и наша. Сонымен қазіргі таңда 21 сентябрьде біздер өнім отличное зрение өнім алған болатынбыз. Одан кейін 5 ай өтті, иә? Қазір 5-ші курсты шықты, бастадық, міне 4 күннен бері. Бірінші жаңағы енді видеода көрсетті ғой, жалпы кілемге айналған бірінші результаттарымыз бәрі болды. Қазіргі таңда енді мен былай кішкене ашып көрсетейін жеке, иә? Сәулемай, глаза покажи, пожалуйста. Мына оң көзі ашшы. Мына оң көзі ақтық түскен бельмо. По-научному помутнение роговицы дейді, иә? Мына оң көзі. Осы көзбенен жалпы физиологически, научно доказано, врачтар айтты, даже свет көрмейді деді. Совсем. Вообще көрмеу керек еді дейді. Сондықтан кеше біз осы жаңағы бірнеше результаттарымызды айтқан болатынбыз. 16 августте Санкт-Петербургке барып, осы обследование, нам можешь потрогать жаңағы мені. 16 августте біз Санкт-Петербургке барған болатынбыз. Сол кезде біздерге прям нақты айтқан болатын, правый глаз бельмо не видит деп. Кәдімгідей свет не видит вообще. По физиологии, вообще по научному, по врачебному практике ол бельмо помутнейшей роговицы көрмейді светтен. Содан кейін енді 21 сентябрьде бастадық, жаңағы витаминді не трогай, это грязное. Это грязное. Ага, мел можешь потрогать и немножко порисовать. Вот. И 21 сентябрьден бастап 7 декабрьге дейін іштік. 7 декабрьде Астана қаласына барып, біздің жаңа Санкт-Петербургтен келетін врач өзі 6 айда бір рет обследование жасайды, балдарына операция жасаған. Сол кісі 7 декабрьде келген кезде өзі орнынан тұрып, өзі сам в шоке, маған айтады: "Я просто сам не знаю, что происходит с вашими глазами", дейді. Может, вы что-то принимаете, может, вы что-то делаете, электростимуляция или что-то физиолечение деп сұрап жатыр. Этот бельмо, которое на протяжении, получается, с 21 сентября по 7 декабря 2,5 ай ғой. 3 айға жуық. 3 айдың ішінде через бельмо у вас ребенок свет видит дейді. Біздің енді бұл жерде айта кетейін ештеңе, мен пользуюсь случаем, мен просто халыққа айтқым келеді. Например, менің өзімде кәдімгідей қағидам бар, жесткий режим. Таңертең ровно 6-да тұрам, ровно 6-да ішкен кезде прям суын бересің, 2 сағат тамақ бергізбеймін. Барлық мен өзімнің қазір сіңір үшін мен жеке өзім солай жасадым. Сондықтан қазір менің артымнан 60 ата-ана жазған екенмін. Жалпы өзім 60 ата-ана алып келдім. 60 ата-ана бар, сондай зағип балдардың балдары, ата-аналары. Я соларға мен прям четко, грамотно күнде группаның ішінде 60 адамға жеке-жеке айтамын өзіне. Прям осылай таңғы 7-де будильникке қойып, кейбір ата-аналар ерінеді, шыны керек. Тұруға ерінеді. Кейбір кісілер сұрайды, 5 ай болды ішіп келе жатқандарыңызда, 5 ай бойы вы как робот утром вечером прям будильник қойып тұрасыз деп тұрам дедім. Ровно 5 ай мені қазіргі таңда. Сонымен енді результатқа келетін болсақ, Сәулемай, пойдем сюда. Қазіргі таңда жаңағы енді оң көзін көрсеттім ғой, енді сол оң көзіменен енді мен сіздерге бір жаңалығым болсын бөліскен. Қазіргі айтатын сөзіме қарағанда бір Алланың қалауымен деп айтамын. Өйткені бір Алла ұлық болғаннан кейін научно бұл болмайтын жағдай еді жалпы. Өйткені бұндай бельмоменен мен енді сол көзін айтып тұрған жоқпын, сол көзін енді жаңағы отзыв результаттардан көрдіңіздер ғой, жалпы несі бар екен, санлау бар, цвета видеть и так далее. Я просто последний отзыв айтып жатқаным осы про помутнейшую роговицу, көз туралы. Осыдан 4 күн бұрын кешкісін түнде жатайын деп жатқан кезде, как раз у меня зуб болел и не спалось, короче говоря. Осы екеуміз отырдық и светпенен біздерде мынандай не болады. Жаңағы телефонды тастап кетіппін, фонарикті қосқан кезде қолмен пальцем придавливаю и бүйтіп жырқылдатамын ана светті. Ол светті жырқылдатқан сайын ішінде глазной клеткалар оянып, раздражается. Соның арқасында раздражение клеток, нервных клеток, да? Сол кезде көзге көз беріледі. Сондай бүйтіп жаңағы телефонды ойнатып отырған, сонда Сәулем айтады: "А мама, что это такое красное?" дейді. Я такая перепугалась, думаю, қайсы не деп. И содан қарасам, сол көзін жауып тастадым өз қолымен, былай жаптым, да, сол көзін. Сосын өзім де қолмен жаптым. Енді через помутнение роговицы ребенок не то что свет, түстерді көріп тұр ғой, көрпешедегі түсті. Ол уже бұл былай қарап тұрсам, врачебной практики нету такого. Вообще нету. Сондықтан жаңағы я бір Аллаға, әуелі Алла деймін, әйтеуір Құдайға шүкір. Соны айтайын деп жатқаным көзі случайым, мен енді қайсысын білмеймін, енді басқаларына айта алмаймын, енді онсыз соң әртүрлі ғой. Өзімнің айтқым келетінен мен өзім 200% осыған сендім. 200% осы витаминнің күші екеніне білем. Енді қара су ішсеңде сеніммен, су ішсеңде сондай ем болады дегенде, енді қазіргі таңда біз 5 ай болды, ешқандай ешнәрсе жаңағы лечение ешнәрсе алмаймыз, тек қана витамин. Осы витаминдерді отлично зрение ішеміз, таңертең кешке, таңертең кешке. Сол сіздерге кішкене отзыв болсын.